Халықтың ескертулері. Көшенің жалаң аяғы деп аталатын қаланың алуан түрлі кәсіп иелері бастарын қосқанда көңіл көтеретіндей ермексіз де емес еді. Орталарында жас палуан Мұқан, әңгімешіл қарты да, би-билеп, сырнай тартушысы да, алуан кейіпке түсіп күлдірушісі де, домбыра тартып ән салатын ақыны да бар еді. Сапарбайдың 2 бөлмелі үйі алуан түрлі кәсіп иелеріне толды. Қарт кісілердің көпшілігі мұндай бас құраған жерде әңгімесін өздерін жинаған себепке бейімдеп айтатын ежелгі әдетімен естіген, есті қалғандарын, көргендерін палуандарға байланыстырып айтты. Оның кейбіреуі тігісін жатқызып, өңдей айтып берсе, біреулері терең судан басын шалып орған қамыстай шашыратып, әлдекімнен естіген бірдеңесін кебірден илеген балшықтай берекесін қашырып айтты. Ұмытпасам, осы отырған Құлекең де болды-ау деймін. Баяғы бір Сары Тораңғыл деген жерде Тарақтының асы деген ас болды-ау. Айғақтамай-ақ айта берсеңші, орашолақ неме? Барымтаның дауында отырған жоқсың ғой. Менің Тарақтының асына барғаным рас, бірақ Сары Тораңғыл емес, Сарытерек деген жерде болған. Әңгімені божыратпай жинақтап айт, деді Құлымбет қарт тыңдаушыларды бір күлдіріп. Бәрібір емес пе? Тораңғылы не, терегі не, сондағы әне бір дәуді айтайын деймін-ау. Сендерге өтірік, маған шын, Құдай салмасын. Басы мен мойны Андрейдің тап асыл тұқымды бұқасынікінде екен. Ортаға келіп отыра қалғанда ішегін тартып, таңыр қамаған кісі қалмады. Беліне 2 кісінің құшағы жетер емес. Білегіне алақұрт моншақтап өткізіп, жіп байлап, оған баланың жұдырығындай қоңырау тағып қойыпты. Төбедей болып шөкелей отырып, есіне түсіп қолын уқалағанда қоңырау шылдыр-шылдыр етеді. Ойпырмай, емшегі тап Құрымбайдың шайлап қалған бәйбішесінің емшегідей. Көзі, әй, көр жерін былжырақтата бермей, жыққанын айтсайшы. Сонысын айт. Дене дегенін әркімде де бола береді ғой. Жыққанын көргенім жоқ. Сен шық деп жатқанда әкем маған атқа бар деп қуды да жіберді. Тегі оны ешкім жықпау керек. Айтып болғаның осы ма? Тегі үлкенін айтамын-ау, ол палуанның. Жықты ма енді? Оны білмеймін. Құлеке, соны былжырақтатпай өзіңіз айтыңызшы. Кімді айтып отыр осы? Мұның айтып отырғаны Сарытеректегі Тарақты Өтемістің асы. Онда бұл 13-14-тегі бала болатын. Сонда сонау Қаратаудың теріскейінен Қожа палуан деген келген. Оны жауырыны жерге тимеген, жанды көзіне ілмеген палуан деп дәріптеп, алғашқыда ешкім бата алмай, жұрттың бөгелгені рас. Бірақ инеге шаншар еті жоқ, ап-арық біреу көз ілестірмей жығып кеткен. Мынаның айтқан суреті қайда қалды? Сурет деген суға түссе еріп кететін қағаз емес пе? Осының былжырақтап айтқанының бәрі рас. Еснеп көзін ашып жұмып, әлдене арқасын құрыстырғандай қолын уқалап, денесі мұздаған аттай сілкініп отырды. Бай-балпандар бәйгемен әуреленіп кетіп, сырлық-қырлық болып бөлініп, палуанға түскен 2 топтың қырлығын Үдербай ақсақал басқарды. Сырлық жағын Жизақ-созақтан келген Мәукен деген біреу басқарды. Қожа палуанның әлпетінен шошынып, палуандар бөгелгенде Үдекеңді ашу кернеп кетіп, ұзын қасы көзін жапты да, кеудесіне түскен сақалы селеудей шайқалып, күжілдеген мығым үнімен, ұл тудым деп шешелерің бөкпен жеген біреуің бармысың? Деп иегін артына қарай бір көтерді. Топтың сыртын ала тұрған Қызылхан атты біреу, қалың топты қайыстай тіліп, алға шықты да, бар Үдеке, нағыз ұлдың өзі болмаса, ұлшығы бар Үдеке, деп атынан түсе берді. Ол киімін шешіп те әуреленбеді. Түйежүн шекпенінің оң жеңін шешіп, қыл шыбырды алып беліне байлап, бос жеңін соған қыстыра салды. Қожа палуанның сәулетіне қайран қалған жұрт
Оны күреске түседі деп те ойламады. Беліне баланың құшағы жеткендей жіңішке, жауырыны кергіш қойғандай жалпақ, жаратқан арғымақтай қатып қалған жас жігіт екен. Ол отырған алып дененің алдына барғанда, мына біреуді қандай сорқысып келді десіп, жұрт гу ете қалды. Жігіт оны елең қылған жоқ. Дәу ауыр жүкпен әзер тұрған түйедей орнынан тұрды да, артына қарай қолын жайды. Мұның қасына ертіп жүрген сәлдесі шаңырақтай семіз қожасы бар екен. Сол ат үстінде тұрып, бабаң әлі шіри құда жар болсын деп бата берді. Әлгі шыққан белгісіз палуан оған қараған да жоқ, бата да сұраған жоқ. Қожа баламен ойнаған кісідей белін ұстамай, жауырынынан бүргелі қолын арбаңдата бергенде, жігіт бөріге түскен бүркіттей күдері беуге қолы сарт ете түсіп, жел құлатқан дөңбектей жерге гүрс еткізді. Ауыр дене мәңгірген басын жерден көтере алмай жатқанда, жігіт жеңін киіп, атына мінді де, бәйге күткен топқа қарай жортып жүре берді. Япырмай, атын білмедіңіз бе, Құлеке? Десіп, тыңдаушылар ынтыға түсті. Ондай кісі білінбей тұра ма? Түбі Түркпеннен келіп қазаққа сіңген Мұғалбек деген біреу болып шықты. Аңғырт қожаны әдіспен жығып кетті ме екен, деді біреу. Күшсіз әдіс не бітіреді? Онда күш те, жылдамдық та бар. Қапы кетті, қайта күрестіреміз деп сырлық тобы шу көтергенде, палуан, қапылық жоқ, артық күшпен арсыз палуан қайта күреседі. Мен енді күресті қойдым депті. Мұғалбектің қайтып күрескенін көрген, есіткеніңіз жоқ па? Ол әлі бар да болар. Бар, мен қатарлы жасы бар. Алтайдың 4 дуан бас қосқан тойында бас палуанды жыққан біреуді жықты да қайтып күреспей қойды. Өзі мақтануды сүймейтін, салмақты кісі. Палуан деп сөз қатқанға, менің атым ол емес, өз атымды айта беріңдер дейді. 2 баласы 2 үй болып, есілдің бас жағын мекендеп жүр. Біздің Мұқан да сондай жауырыны жерге тимеген палуан болып шықса, абыройына ортақ болып, үйде отырып бізде мақтанамыз, деп Сапарбай қарт балаға қарады. Ерекше бүткен күш өрт сияқты. Ол орынды тұтанса, тасты балқытып, темірге айналдырады. Орынсыз тұтанса, елді өртейді. Денеге біткен қуатты игеру үшін ақыл керек, деді Құлекең. Қаңтар ақпанның сықырлаған аязды күндері Айсарыны кеудіретіп тастады. Адамның кәрлікке мойығысы келмейтін ежелден әдетімен осы бір желі құрғыр жауырынымнан бүркіттей бүрді де қозғалтпай қойды. Оның үстіне шаншуы келіп, бүйірімнен тікендей қадалды да қалды. Жердің шоң қайысын тілгілеп, үй істеді дегенді кім көрген? Осы бір тірілей көрген моладай, жер үй деген бәле шықты да, еңсені көтертпей, түнерген қардың бұлтындай басады да тұрады. Мештей ме, пештей ме, жуа қазған баладай, жалтыраған аузына үңілтті де қойды. Ой қой, жабуы бүтін болса, киіз үйге не жетсін? Іргесін қармен көміп, талай зымыстан қысты өткізіп едік. Шаншу, жел деген бәле болып көрген бе сонда? Өскен ағаштай заманның бұл да бір шығарған жаңа тірегі дағы, тікені дағы, деп күрсінеді. Онысын есіткен жастар күледі. Әжеу, кесек пешті жер үйдің ішінде 2 мезгіл от жақпаса тоңып жатамыз. Шатынаған аязда киіз үйде қалай жатады? Жас бала қырылып қалмай ма? Қырылмаяқ сендерді өрбіткен бабаларың сол үйдің ішінде туып өскен. Үй ықтап үйренген жетім танадай да далаға шықпай, қосаяқ тышқандай інге үйреніп алған немесіңдер де. Болмаса ақсүйек қылған жұрт қоянды да сол үйге қарсы алғанбыз. Сондай суық түннің бірінде кешкі асқа тәбеті болмаған Айсары киімін шешпей отырған жеріне қисайып, көз іліндіріп алды да, жаңа жатқан келінін тұрғызып, шырақ жаққанды. Мұңайтпас, ұйықтап қалдың ба? Немене апа? Жылы үй, жылы төсек,
Жат балам, жат. Сол бір жетім баланың хәлін біліп кел дегенім қашан? Өз шешесі тірі болса, ол осы үйден кетер ме еді? Жас кезінде торғайдай паналаған бұтасы мен болып едім. Кем-кетігіне соның шешесін тығын еткен қу құдай жетімекті жеті қарынды етіп, жеті кісінің асын ішпесе бүйірі шықпайтын етті. Жетім қозымды жетелеп аттақтатқандай ертіп жүріп асырағанмен, еңсеме сүйеу белім бүгіліп, басатын аяқтың табаны сөгілген соң қаңғырып кетіп еді. Күзде барып, жинап тергенін әкеліп, қылғып алдың да, сондай жан бар еді деп есіңе де алмайсың. Есіңе түсіргендей дыбыс шығаратын перне үзілген. Есіңе қайдан түссін ол? Апажан-ау, не болды? Деп мұңайтпас төсегінен тұрып, тонын жамылып, анасының алдына келіп отырды. Не болсын? Жетімім тарығып жүр. Бір жеті болды, түсімнен шықпайды. Торғайдың топты көкжал қасқыры қамап жүр. Сырғауылды сындырып алып, айғай салған үнімен ояндым. Қияндағы қиын жұмысына соны жұмсайды деп едің. Тоғайдың топты қасқыры соны жебақ қойған шығар. Апажан, Тәңірдің таңы атса, жаяу кетсем де барып келейін. Өзің тұмауратып жүріп, қинала бермеші. Шешініп төсегіңе жатшы. Қасқыр жеп қойса бардың не, бармадың не? Сол жетімнің хабарын есітпей, мен төсекке жатпаймын, деп Айсары шарта жүгініп жасаураған көзін жұмып алды. Жер төңкеріліп жатса да, бөгде сөз аузынан шықпайтын ананың бетіне қадалып, мұңайтпас отыра берді. Көзін жұмған ана, Мұқанның туып өскен күндерін суырған жіптей ой жасуынан өткізді. Қазақтың ежелгі әдетімен Лук пен Ернақтың көп жылғы достығын еске қалдыру үшін қартайып келгенде сүйек жаңғырту ретімен құдалық болды. Баласы ер жете бергенде Ернақ елді кеудіреп қалған Лук батыр Айсарыға көңіл айта отырып, Ернақ пен екеуміз ханның қанды жорығынан қайтып келе жатып жүйесіз істеген желікке пұшайман болып, қайтып хан маңына жумасқа серт еткен едік. Үлкен көлдің жиегінде біріне бірі жабыса шыққан зәулім ағаштың түбінде жалаңаш төсімізді басып тұрып, осы жабыса біткен қос ағаштай құшақтасқан достығымызды қара жер айырсын деп едік. Сол сертімізге қаяу түсірмей жеттік. Міне, қара жер айырып отыр. Қос таспадан өрген арқамшыдай, арқамшы қайыстан ескен арқан. Достықтың бірі үзіліп, бірі қалды. Балалардың арасында бізде болған көңілдей жылу бола ма? Жоқ па? Оны өрбіген өмір өзі шеше жатар. Менің де алатын дәмім санаулы. Айсары, сенің де күздің өсері тоқтаған, шөбіндей сарғыш тартқан мезгілің келіп қалып еді. Саған көмекші керек. Қазақтың қызын атасаң, егін қораға қарай көтеретін әдеті. Мал бар болғыр, екі үйде де құмнан қазған құдықтың шалшығындай жартымсыз. Досым үшін істеген ақырғы дәрменім болсын. Үлкен балам Қалидың қызын, бірер жасы жетпесе де көмекшіңе берейін. Қазақтың қалыңсыз қыз болса да қадесіз қыз болмайды дегені бар. Қолдағы бармен той томалағын істеп, ауылдың батасын алып, келер айдың басында сені қолғанатты еткім кеп отыр деді. Мейіріміңе құлдық, бұтақтарыңа өмір, бақыт, өзіңе абырой, иман берсін. Айтуға тілім жетпей жүрген тілегім еді, деп Айсары көзіндегі іркілген жасты кимешегінің шалғайымен сүртті. Сөйтіп, Лук батырдың немересі Кәбира мұңайтпаспен қосылды. Жас Кәбираның қайраттылығы ауылға аңыз болды. Отынды тоғайдан басқа әйелдер арқалап әкелсе, ол құлап қалған қу ағашты бұтарламай, түгелде иығына салып, көтеріп әкелді. Бір әкелгені айлық отын болатындай ағашты көріп, бұл Кәбира аман болса, үйіне тоғайды жерімен көтеріп әкеледі, десіп, ауыл кісілері күлісті. Бала айғайласа да құлағын тосып, сөз терме әдеті жоқ Кәбира, мақтаса тасып, жаман айтса жасымады.
Ер мінезді келіншек ауыл үйдің шамасы келмей жатқан ісіне қайырымды болды. Көтере алмай жатқан қабы, сындыра алмай жатқан ағашы, тарта алмай жатқан диірмені болса, күлімсірей келіп, тіл қатпай қолына ала салатын еді. Осындай мейірімділігі үшін оған алғыс айтпайтын ауылдасы жоқ болатын. Үйірсек Айсары Кәбира келгеннен өзіне ермек болғандай бір бөбек болуын аңсады. Ауыл адамдары да Кәбираға айтқан алғысын ұлтап, үбірлі-шүбірлі бол деуші еді. Көңіліндегі тілегін айтқан кісілерге ылайым айтқандарын келсін деп Айсары да қол жаюмен болды. Бірақ Айсары қанша асықса да жаратылыс асықпады. Кәбираның салтаңдығы 3-4 жылға созылды. Жылдан жылға кәрілік жеңіп бара жатқан қарт ананың үхілеуі көбейе берді. 5-ші жылға аяқ басып, сараң тәңірім тандырымды шын кептіргелі жүрмісің деген сөзді көбірек айтып жүргенде Кәбира 2 қабат болды да мезгілді күнін өткізіп барып егіз ұл тапты. Асаным мен Үсенім бере салған қос-қозым деп Айсары қуанды. Сөйтіп қуаныш қойнын 2 жақты бірдей ашты. Жас ұрпағын ескеп, жасаурай бастаған қарт анаға қайғының көшпелі қара бұлты көлеңкесін түсіре қалды. Дәрігерлік ғылымның дариясы бөгеулі жатқан елге Қорасан кеселінің індеті келіп қаптады. Оның алдымен ұратын жапырағы жас сәбилер болды. 2-ні толтырып, 3-ке аяқ басқан Асан мен Үсенді жұлды да кетті. Қайратты ана жолыны үзілген аруанай шөкті де қалды. Ол келелі кеңесін айтып, кісімен сөйлесуді де қойып, сал ауруға айналды. Бір гүлің солса, 2-ші гүлің бүршік жарды деп жедел көтерген Кәбира да болмады. Тағы 2 жыл өтті. Айсарының бурыл тартқан шашы түгелдей ағарып, емендей илікпейтін денесі әбден еңкіш тартайын деді. Қос немересі қойнынан шыққанына 3 жыл толып, жаздың шуағы жер бетіне жайыла бастағанда, шөгіп қалған ананы бір ғажайып күш килігіп орнынан көтерді. Жердің түгі түгел жер бетіне шыққанда, үй тіршілігімен мұңайтпаспен Кәбира ертелеп кетіп қалған еді. Кәбира сауын сиырдың бұзауын жайғастырып, отынын ала келетін әдетімен үйге келгенде, тек дәретін алып, намазын оқығанда болмаса, төсегінен қозғалмайтын ана үйде жоқ болып шықты. Көшпелі елдің әдетіне иін тіресіп, үй қонып көрген бе? Оқшаулы отырған қасындағы үйлерден сұрастырып, ешкімнің көзіне түспегенін білді. Жарлы ауылдың белдеуде тұрған аттары да жоқ еді. Жаяулап ауыл айналасын жабыла іздесе де, кешке шейін Айсары ананы таба алмады. Шаңдатып жатқан жолы жоқ. Көгал басқан даладан із де шықпады. Анықтағандары жеңіл киімін киіп, енді істеген 5 кездік тіл белбеуін буынып кетіпті. Ертеңіне 2-3 адам атқа мініп, есіл жағасындағы ауылдардан жоғарылы төменді сонда соғар деген жерді түгел ақтарып шықты. Бәрінде де болмады. Сасқан ауыл суға түсіп кетпесін деген болжалымен өзен бойын төмен жағалады. Сөйтіп үлкен абыржуда жатқанда 4 күннен кейін бір буда шөптің ақ тамырын қолтығына қысып, Айсары да келді. Оның есілдің ар жағында күншілік жердегі дәрілі қобы деген шоқылардан келе жатқанын көрші ауылдың малшысы көріп, атымен ауылға әкеліп салды. Қарт ана өзі әбден шаршаса да, жолы болып қайтқан кісідей көңілді сияқты. Келген күні бұрынғы тұйық мінезімен отырып демалды да, келер күні жадырай сөйлеп мұң айтпасқа. Балам, қыстан күйлі шыққан бос тоқтыңда әкеліп сой деді. Орынсыз айтқанынан қайтпайтын ананың сөзін баласы тіл қатпай орындады. Оның жарты етін астырып, ауылдың қарт кісілерін шақырды. Оның тіл қатқанын аңсап жүрген ауыл кісілері көңілдене келіп, қайда кетіп қалғанын сұрасты. Кәбирам келіп, жалқы мұң айтпасым жұп болып қуанып едім. Асан Үсенім туып, қос-қозымды құшақтап, қап тауының шоқысына шыққандай сүйінген едім. Егіз қозымнан айырылған соң, Қаратаудың қатпар тасындай қайғы басып еді мені.
жаратқанымда жарқ ете қалған сәулеге кездесем бе деп едім. Оның жолы да ұзап кетіп барады. Құр қайғы, құрғақ тілек дегеніміз жеткізбейтін болған соң сәуленің жолын іздедім. Біздің ертегінің данасы тұңғиық теңіздің түбінен асыл тас тергенде жұмбақ сырдың шешуін айтып, ақ кітабын аударып, жапырақты дәрі етіп, жазылмас кеселдің емін тапқан әкім Лұқпандай емшіміз бар ма? Мына бір-екі иығын жұлып жеп, аузы көпіріп, көзін алақтатқан бақсы балгер, демші құшынаш дегендердің өкпемен сабағанынан басқа емі жоқ. Менің кәбирам еркек мінездес, ыстық суықта жастық жалына лапылдап жүріп, бойын суыққа алып қалды. Соны емдеу үшін әкем айта беретін жерден тамыр дәрі қазып алып келдім. Бүгін баталарыңызды алып, ертеңнен бастап соны емдегелі отырмын. Уа, ақылды ана, тілегіңе жет, десіп үйдегілер шу ете түсті. Әкелген шөп тамырын тазалап, сүтке қайнатып, 15 күн ішкізді. Кәбира жаз ортасы ауа 2 қабат болды. Бұл қуаныш Айсараны түгелдей айықтырып жіберді. Айсары бармаған басып, өткен айларды санап, қалжасына соятын малын, белбайлар өкпеніне жармасын дайындады. Мөлшерлі 9 ай, 9 күн өтті. Кәбираның құрсағы шеңберлей түскенін көріп, ауыл адамдары тағы егіз болар десетін еді. Ондай сөзді құлағы шалған Айсары тіпә деп қоятын. Санаулы күн өтсе де бала туа қоймады. Сүйініш күткен қарт ананың қуанышына уайым араласа бастады. Егіз баласы ішінде жүргенде бөрене иықтап келетін қайратты Кәбира аяғы ауырлап, үйден ұзап шыға алмайтын болды. Енді жыл көтереме дегенде Кәбираға ауыр толғақ келді де безектетті. 2 күн, 2 түн бақанға асылып тұрды. Жаны қысылып, сасқан қарт ана боз қасқа айтқызып мал шалды. Ақырында арыстай ұл туды. Бала жалқы болса да, тұңғыш тапқан егізінен әрі салмақты, әрі үлкен еді. Мөлшерден артық толғақ Кәбираны талдырып тастады. Аянбай қолданған анайы шаралар 2 күн өмірін сақтап, ақыры уыз сүтін ұлына сорғызып отырып, жан тәсілім еткен болатын. Өліп жазылған құшақтан немересін алған қарт анаға қараған Кәбираның жанары бейне бір жүрегінде басқан таңба сияқты еді. Ұйқысыз өткізген түн сол көріністерді түгел үйіріп әкеліп, ми қапшығына тығып еді. Бір қолтығына қайғы, бір қолтығына қуаныш құшақтап тұрған баланың атын мығым, мықты болсын деген тілекпен Мұқан қойды. Денелі баланың асырауы да қартайған Айсарыға оңай соқпады. 3 адамға бөлінетін жалғыз сиырдың сүті сәбиді жарыта алмады. 5-6 ай өткен соң бір сиырдың сүтін түгел берсе де бала тоймады. Егін екпейтін үйдің сүтке қосып беретін дәні де болмады. Дағдарған Айсары мұңайтпасты өзінің төркініне жіберіп, бір сауын сиыр сұратып алды. Сөйтіп жүріп немересін аяқтандырып, ауыл қыдыртып, ірімшік, құрт сұрап асыраған еді. Осындай мейірбанды анасының қадірін немересі білмей қалған жоқ. Менің өмірімді жазғанда анам Айсарыны қалдырма, менің өрбіген өмірімді, тасыған қайратымды берген сол анам. Мен оның Кавказдың алып тауындай биік, күннің шуағындай жылы, мейірбандық еңбегінің тозаңын да өтегенім жоқ. Мені білген кісі менен бұрын соны білсін. Одан басқа кісі мені асырап, кемеліме келтіре алмас еді дейтін марқұм. Әкесі Қызылжарға келгенде Мұқанның босанғанына айдан асып қалды. Кезекпен қонаққа шақырып жүріп, баланың бетіне қан жүгіріп, бірі көйлек, бірі шапан тіктіріп кигізіп, киімін де бүтіндеді. Бұрын келгенде айлап алған тиын тебенін алып қайтатын мұңайтпас, бұл жолы ондай талғаудан үмітін үзіп келіп еді. Онысы бекер болды. Петка өлген аттың терісін далаға тастамай, сыпырып алып, Ишіге барып, былғары етіп шығарды да 25 сом ақшаны Мұқан үйіне барған күні қалтасына салып, сен бұл ақшадан үйіңе аздап қараста, қалғанын қалтаңа сақта.
Күн жылыған соң сені үйрететін бір жерге жіберуге кеңесіп жүрміз. Біздің фабриканың механигі Василийдің туысы Оренбург циркінің палуаны екен. Сол май айында осында келем депті. Соған ертіп жібереміз. Бала бойыңа біткен бұл күшті арба шанаға әуре етіп қайтесің. Алдыңда үміт сәулесі бар бір жерге апарып жұмса. Көпшіліктің сенен күткен үмітін сонда ғана ақтайсың деді. Үндемей отырып сөзін тыңдаған Мұқанға Петька айтқан сәуле сөзіне айқын көрініп, қол бұлғап шақырғандай болды. Бірақ оған апаратың жолдың қайда жатқаны белгісіз. Мұңайтпас қалаға жақын елге келіп қонғанда Мұқан туралы уайымы еріген мұздай тарап кетті. Қонған үйіндегі сөзуар қарт келе жатқан жұмысының бағдарын сұрап, жөн жоспарын біліп алып, Ернақ батырдың мұңайтпасы болсаң түсінікті. Әкең Ернақты да, шешең Айсарыны да білем. Анаңның әкесі Лук палуанмен бір кезде құда жекжаттығымыз да болған екен. Қатынасымыз сиресе де сырттан сұрап жағдайларыңа қанықпын. Немересі туралы қайғырған қартты қуантып, алғысын алғандай жағдай келіп ақ тұр екен. Амал қанша? Ара қонып баратын жерге жеткізетін көлікте бойда баяғыдай қуат та жоқ. Қартайғанда қарға адым жер мұң болды деген уақыт. Ол баланың хабарын біз есіткелі айдан асып кетті. Уайымдап келсең қуан. Сүйіншім үшін Айсарыға сәлемімді жеткіз. Ол менен бірер жасы кіші, замандас едік. Бағаналы ердәулет десең өзі біледі, деп Мұқанның жайын анықтап айтты. Мұңайтпас қарттың үйінен қуанышпен аттанды. Баланың мінезі ауыл адамдарына бір түрлі қызық көрінетін еді. Өзге баладай айғайлап жүгіруді ол білмейді. Ауыр жүк арқалағандай жайлап жүріп, балалар жиналған жерге баратын. Өзге бала асық ойнаса, ол сиыр, жылқының топайын жинап, өз алдына ойнай береді. Жанындағы балалардың еш нәрсесіне тимейді. Өзіне соқтыққанды аямайды да. Кейбір балалардың әке-шешесі келіп, Мұқанды қорқытайын десе, балпаңдап қаша да алмайды. Оның жүгірдім дегеніне аяғы ұзындар аяңдап жүріп ақ жетіп алады. Біреудің жекіп айтқан сөзіне оның қайтаратын жауабы жоқ. Бетінен қорыққан белгіде білінбейді. Қысық көзінің қиығымен қарайды да тұрады. Оны кейбіреулер ұрады да, бірақ бала болып жылауды білмейді. Ол адамдар ауылдың анасындай болған Айсарыдан кешірім сұрап, Мұқаның біздің Самранды сабап тастапты. Мен қорықсын деп құйрығына бірер тартып жіберіп едім. Оған ренжіген жоқсыз ба десе, бірер шапалақты маған шақса, оның атын Мұқан қояр ма едім? Ондайды ол айтпайды, деді Айсары. Сөйтіп Мұқан біреуді ұрғанын да, біреудің өзін ұрғанын да кісіге айтпайтын болды. Қалақ ағашқа жазып берген 7 әріпті қолына ұстатып, сақалды молда. Ағузы десе қайталап айтқан Мұқан ақ өгіз дейді. Ха батшағар, тілің тура айтуға бір келмей-ақ қойды. Енді бісміллә десе пісті мұнда дейді. Сонымен бір жыл оқып, А деген әріптің түсін танымай-ақ қойды. Молданы әбден ашу кернеп, Мұқанды етбетінен жатқызып қойып, көк шыбықпен көк ала торғайдай етіп сабап қоя берді. Ол әкесіне келіп оны да айтпады. Жарасы жазылғанша мектепке бармай жүреді де, бір күні ертемен келіп, оқитын үйге кірмей, есік алдында тұра қалады. Балалар түгел үйге кіріп, олардың соңынан шапанын желбеге киген молда кіре бергенде, қолындағы жуан таяқпен желкеден періп жіберіп, Мұқан молданың етбетінен түсіреді. Мұқанның молдадан алған білімінің бас аяғы осы болып, ағузы бісмілләді да қош айтады. Молданың таяққа жығылғанын естігендер өзіне де сол керек. Балалардың айтуына қарағанда, молданың ұрған таяғын бала түгіл, өгіз көтеретін емес. Арқасынан қан жосып аққанда, Мұқан мыңқ деп дыбыс шығармапты. Оны шешесіне де айтпапты. Есі түгел кіріп болмаған баланы сонша жәбірлемесе қайтеді? Бала біткен молданың шабығы тілмеген жон терісі жоқ деседі. Соққы көрген молда Айсарыға келіп, бәйбіше, мына балаң менен бір жыл оқып, әліпбиімді ұқпаса да, мені ұрып жығуды үйренген екен.
Қапыда ұрып бір жұма сірестіріп салды. Бас көтеруге бұғын ғана жарап, өзіңе айтқалы келіп отырмын. Баладан таяқ жедім деп басқа кісіге айту да қиын екен. Бұған мұндай қылықты үйретіп жүрген кім? Деп ыңқылдай отырып, кемпір бармағын бір жалап, тіп-тіп тілін жалақ еткізіп, иіріп отырған жібінің түйіршігін жазды да, деп далада ойнап жүрген Мұқанға қарады. Шырағым молда, қай балам ұрды деп шағып отырсың? Мұңайтпасымның ондай мінезі жоқ еді. Ол өмір бойы бір кісінің бетіне сен деп қараған жан емес еді ғой. Мұқаным болса ақыл тоқтатпаған жас емес пе? Мұңайтпас ұрса, оның жөні басқа болар еді ғой. Мені соққыға жыққан ана оқуын ұқпай жүрген жас немерең Мұқаның молдаға баласын берген кісі еті сіздікі, сүйегі біздікі деп береді. Аюға намаз үйреткен таяқ деген ғой бұрынғылар. Мен ұрсам сабағын ұқсын деп ұрып едім. Соны кек көріп сойылға жығып кетті. Кемпір бажырайған көзін молдаға қарап біраз отырды да орнынан бір қозғалып, онда өзіңде де бар екен. Мен баламды бергенде еті сенікі деп айтқаным жоқ. Етін ит талағанда етіп оқыған сабақтың керегі қанша? Ол жанына батпаса ешкімге тимейді. Оны маған несіне айтып отырсың? Баланы бастан деген, ұрып қоймайсыз ба? Оны ұруға менің шамам келе ме? Әне, анау жайылып жүрген өгіз, тайынша деген аты болмаса, құнан өгіздей сүйекті емес пе? Соны мініп ойнап жүреді де, ол шаршап жатып қалса, лақтай көтеріп иығына салып, үйге алып келеді. Өгіз көтеріп ойнайтын бала менің ұрғанымды елең қыла ма? Шырағым молда, ит пен баланың қылығын сөз қылмас болар. Мектепке апарып, міндетімнен құтылдым. Өзіңнен оқып, төбелесуді үйренді. Өзіңнен оқып, молда боп шыққан ешкімді көргеніміз де жоқ. Оқымаса қайтейін. Жылап еңіреп жүріп, сұрап алғандай болған немерем еді. Анасының уыз сүтіне ерні тимей қалған жетімегім. Кемпірдің ерні кемсең қағып, даусы дірілдеп, ондай балаға қол түйгізуге обал болады. Жетімге тиген жеті дозақтың отына күйеді. Өзің молда басыңмен осыны неге ұрдың? Деп молдаға үкідей қызарған көзін бажырайта қарап, далаға шығып кетті. Молда үн қатпай отырған жерінде қатып қалды. Баланың бір бетке тік мінезі қайтып молданы маңына жолатпай, Мұқан оқи алмай қалды. Өзі қатарлы балалар молдаға кеткен соң, ұсақ балалармен ойнай алмай, Мұқан мал баққан естияр балалармен далаға кететін болды. Малшы балаларға үйір болуы оның еңбекке қатынасуына себепші болды да, 12 жасынан жалшылықпен табыс табатын кәсіпке айналып кетті. Мұқан жазда шанышқақтап, шапқылап кететін сиырды жек көріп, момақан, жай жүретін қозыны бағуды ұнатты. Қозысын сиыршыларға жапсарлата жайып, есілдің құзар жарларының көлеңкесінде отырып, түскі ыстықта демалатын еді. Ол 13-тен 14-ке шыққанда ауыл адамын таң қалдырып, күштілігін көрсетті. Ауылдың бойдақ малын бағатын 20-ға келіп қалған жігіт еді. Мұқан басынан соған серіктескен момақан болатын. Шілденің ыстығында жар астына көлеңкелеген өгізшелер мүйіздесіп ойнап жүріп, сүзіскен бойы жар басына шығып кетті. Жасы кіші Мұқан балпаң басып, қайырып келем дегенше бірін-бірі жерге құлатып жіберді. Биіктен тақиядай ұшқан құнан өгіз мойын омыртқасы үзіліп, өлді де қалды. Естияр бала өгізшені бауыздап, 5-6 шақырым ауылға барып хабарлағанша, малынан айырылып қалатын түрі бар. Мұқан қозы мен сиырды қосып бағып тұра алмайды. Шанышқақтап қашқан сиырға қуып жету оған қиын. Өлген өгізшені далада тастап кетсе, ит-құс жеп қояды. Ауылдағы үлкен кісілердің ұрсып, ұруынан қорыққан бала жігіт торығып жылап жіберді. «Сен неге жылайсың?» деді сабырлы мінезді Мұқан. «Көрмейсің бе? Бұл жайрағырдың өліп қалғанын. Ауылға барып хабарлағанша, 2 түлік малды қосып сен баға алмайсың. Өзіңді хабар айтуға жіберсем, балпаңдап кешке шейін жүріп аласың. Сен барып келгенше мұнысы сасып кетеді. Ең болмаса, ет қолына тимеген соң иесі маған
төлеттіреді. Ол үшін тағы 1 жыл біреудің малын бағуым керек. Кісі есігінде көзі ашылған кедейге сор мінгеседі деген осы. Жыламай